Ғайбаттау деген не? Қазақ халқының ұғымында ғайбат деп біреудің сыртынан жамандауды айтқан. Түсіндірме сөздіктерде де ғайбат сөзіне өсек аяң, жалған сөз деген анықтама берілген. Ғайбат кез келген адамды киген киімі, дене бітімі, мінез құлқы, туыстары, тіпті тұратын үй және мінетін көлігіне дейін дін мен дүние істеріне қатысты мәселелерде өсектеу, яғни сыртынан айту деген сөз. Ғайбат мүміннің ар-намысына деген шабуыл, Алланың тағдырына қарсылықтың бір түрі. Одан да сорақысы ол адамның ең құнды байлықтарының бірі болған уақытты бос өткізу және ысырап етуі деген сөз. Алла Расулы саллаллаху алейхи уассалам ғайбаттың не екенін білесіңдер ме? Деп сұрағанда, сахабалар, Алла, мен Расулы, әрине ең дұрысын біледі, дейді. Пайғамбарымыз ғайбат бауырыңды оның ұнатпайтын нәрсесімен айтуың деген кезде, сахабалар, ал айтқан нәрсеміз бауырымыздың бойында да бар болсашы, деп сұрайды. Пайғамбарымыз бұл сұраққа, егер сен оның бойында бар нәрсені айтсаң, ғайбаттағаның, ал егер оның бойында жоқ нәрсені айтсаң, жала жапқаның деп жауап береді. Ислам тәрбиесі бойынша адамның айыбын бетіне басу ұнамсыз деп саналумен қатар, сыртынан айтуға да тыйым салынады. Адамдарға жаман лақап аттар тағу, кемсіту және олардың құпия жағдайларына сұғыну исламның дұрыс санамайтын жаман әрекеттерінің бірі. Бұлардың жаман істер екендігін Хақ тағала Хужурат сүресінде көрсетіп, ғайбат туралы былай деген: біріңді бірің ғайбаттамаңдар, қайсы бірің болмасын өлген бауырының етін жегенді ұната ма? Әнеки бірден жиіркеніңдер, ендеше Алладан қорқыңдар. Шүбәсіз Алла тәуәп құлдарының шынайы тәубелерін қабыл етуші. Рахим тәубеге келіп, өзіне бет бұрған құлдарына ерекше мейірімді. Бұл аяттың түсу себебі ретінде мына оқиға айтылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жорыққа шыққан кезінде жағдайы нашар бір сахабаны ауқатты екі адамның қасына қосып беретін, ол әлгі екі кісіге қызмет ететін. Салман Фарисиді де осылай екі сахабаның қасына қосып береді. Ол соларға қызмет етіп тамақтарын пісіретін. Бір күні ұйықтап қалып ештеңе пісіре алмайды. Олар оны қатық сұрап әкелуге пайғамбарымызға жібереді. Пайғамбарымыз оны Усамаға жібереді. Салман барып Усамадан қатық сұраған кезде ол қатық жоқ екенін айтады. Қолын бос қайтарады. Салман кері оралып жағдайды айтқанда, әлгі екі кісі Усама туралы онда бар болатын бірақ сараңдығы ұстап бермеді дейді. Сосын Салманды жейтін қорек сұратып басқаларға жібереді. Бірақ Салман қайда барса да ештеңе ала алмай қолы бос оралады. Сонда әлгі екі кісі Салманды, егер Салманды Сумейха құдығына жіберсек, оның да суы тартылып кететін шығар деп қағытады. Кейіннен бұл екі кісі Расуллахқа барады. Екі дүние сардары пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оларға, мен неге сендердің ауыздарыңнан еттің қалдығын көріп тұрмын дегенде, олар, ант етеміз, біз бүгін ет те, басқа ештеңе де жеген жоқпыз деп жауап береді. Сонда пайғамбарымыз, сендер өздерің байқамасаңдар да Салманның және Усаманың етін жедіңдер деген еді. Ғайбат сөз аятта көрсетілгендей өлген адамның етін жеу секілді жаман әрі жиіркенішті күнә. Өлген кісі өзін қорғауға қаншалықты әлсіз болса, ғайбатталушы адам да өзінің ғайбатталғанынан хабарсыз, қорғаусыз және шарасыз. Ғайбаттаушы адам өлген адамға шабуыл жасау секілді жиіркенішті іс жасады деген сөз. Ешқандай кәміл мүмін мұндай жаман іске бармайды. Мәйітті жеу қандай лас нәрсе болса, ғайбат та жай ғана күнә емес, ол өте жиіркеніші әрекет және мұсылмандардың қоғамдық құрылымын әлсірететін апат. Бір денеде орналасқан аяқ қолды қалай қызғанбаса, оған қалайша жамандық ойламаса, мүміндер де бір-бірін ғайбаттамауы керек. Әйтпесе бауырлар арасындағы мықты байланыс әлсірейді әрі ықыласты бәсеңдететін әрекет жасалған болып саналады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Сүләйім ибн Жабирге жасаған ұсыныстарында ислам ахлағы туралы мынадай ескертпелерді жасайды. Жақсылықтың ешқайсысын азсынба. Діндес бауырыңды жылы қабақпен қарсы алып, оған күліп қара. Қасыңнан кеткен кезде артынан ғайбаттама. Мүміннің іші мен сырты бірдей болуы тиіс.
Ол адамның бетіне қарап күліп, сыртынан ғайбаттамайды. Барлық жағдайда да бауырының құқығын қорғап, оның ар намысы мен өзінің ар намысын тең көреді. Ахнаф ибн Қайс қасымнан тұрып кеткен адамның жаман жерін айтқан емеспін деп, бұл мәселеде мүміндерге үлгі болған. Алла Расулы мүміндерге тағы да басқа ескертпелер жасап, былай айтады: бір-біріңді күндеуші болмаңдар, тұтынушыны шағыстыру мақсатында алмайтын затыңды алатындай болып, бағаны көтермеңдер. Бір-біріңмен өштесіп кектенбеңдер. Келісілген сауданы біреу келіп бұзбасын. Ей Алланың құлдары, бауыр болыңдар. Мұсылман мұсылманның бауыры, оған зұлымдық жасамайды, менсінбей, қор санамайды. Мұқтаж кезінде оны тастап кетпейді. Осы ескертуден кейін 3 рет кеудесін көрсетіп былай деген: тақуалық мына жерде. Мұсылман бауырын менсінбей, оны қор санау адам үшін жеткілікті жамандық. Бір мұсылманның қанын төгу, мал алып қою, ар намысына тиюге басқа мұсылмандарға тыйым салынады. Мұсылмандар бір-бірінің бауыры, бір-біріне озбырлық жасамайды. Оның көзінше де, сыртынан да қорлық мазақ етпейді, ар намысына тимейді. Егер бұларды жасайтын болса, бұл оларға күнә ретінде жеткілікті. Өйткені бұл қылмыстар жай қателіктер емес. Біздің мән бермей жай нәрсе деп қарағандарымыз Алланың назарында өте үлкен іс болып жазылуы мүмкін. Хақ тағала Хужурат сүресіндегі аяттың басында мүміндерге 6 түрлі тұрғыдан сұрақ қойып былай дейді: ақылдарың жоқ па? Осыншама жаман нәрсені түсінбейсіңдер ме? Ойлау, қабылдау қабілетінен айырылдыңдар ма? Осыншалықты жиіркенішті әрекеттің қатерлігін байқамайсыңдар ма? Жүректеріңе не болған? Осындай жиіркенішті бір күнәға оң көзбен қарайсыңдар. Осындай жиіркенішті нәрсеге қалай оң көзбен қарауға болады? Жеке мәдениетіңіз осындай кесірлі істі қалай қабылдайды? Қалайша қарсылық көрсетпейді? Адамдық сезімдеріңіз осынша төмендегені ме? Адамның мәйітін жеуді қалай қабылдайсыңдар? Мейірімділік пен кішіпейілділік сияқты сезімдерің қайда? Діндес бауырларыңнан бастап, басқа тұрғыдан да бауырдай болған адамның рухани құндылығын нысапсыз түрде қалай аяққа таптай аласыңдар? Ар ождандарың қайда? Жаратылыстарың бұзылған ба? Бауырыңызға етін жеу сияқты ең жиіркенішті нәрсені қалай жасайсыңдар? Міне, ғайбат айтқан адам осы сұрақтарға жауап іздеп, нәтижеде істеген ісінің қаншалықты жиіркенішті екенін аңғаруы керек. Бірнеше ислам ғалымы ғайбат мәселесінде өте мұқият болғаны соншалық, мұсылмандардың қамқорлығында бейбіт өмір сүрген мұсылман еместерді де ғайбаттауды харам деп санаған. Ұлы дініміз мұсылмандардың қамқорлығында болған мұсылман еместердің малын, жаны мен намысын қорғайтын қағидалар қойған. Бір христиан немесе яхудиге оны мазақтау мақсатында сен яхудисің немесе сен христиансың деу мұсылман адамға күнә болып жазылады. Біреуді нақақ өлтіру, малын тонау қаншалықты ауыр күнә болса, ар намысын таптап намысына тию де сондай күнә. Аллаға есеп беретінін ойлап өмір сүретін нағыз тақуа, Аллаға шын сенетін және сыртынан ешкімді ғайбаттамайтын жан. Бір адамның сыртынан сөйлеудің ғайбат болуы үшін ол адамның таныс кісі болуы керек. Танымайтын адам туралы айту ғайбат емес, бірақ сонда да айтпаған дұрыс. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біреудің жағымсыз қылығын көрген кезінде оның атын атап айтпастан, кей кісілерге не болған, былай да былай істеді деп жалпылама сөздер қолданған. Ғайбатта назар аударарлық мәселелердің бірі сөздің қандай ниетте айтылғандығы. Бұл өте күрделі нәрсе. Бұл жерде адамдар жаңылып шайтанның ермегіне айналуы мүмкін. Сол себепті ғайбат деген қатерлі істерге жоламау керек. Барынша мұқият әрекет жасау керек. Әлдекім туралы жақсы оймен сол адамдарды әлдеқандай кемшілікті жоюды іздеп айтқан сөздер ғайбат болып саналмайды. Бұл өзі өте бір нәзік мәселе. Бұл өлшем бойынша адамның қателігін оны кемсіту ниетімен қозғау әрі оны сөз ету ғайбат болса, ал қателікті түзету мақсатында немесе жақсы ниетке сүйенетін басқа бір себеппен жеткізу ғайбат емес. Тіпті кейде адамды қате жолдан қайтару және жақсы пікірде болу сауапқа себеп болады. Бұл жерде назар аударарлық басты мәселе, егер ол кісінің атын атап көрсетпестен оң нәтижеге қол жеткізуге болатын болса, онда ол кісінің атын атамаған жөн.
Мұнан шығатын нәтиже ұнатпайтын адамдарымыздың сыртынан кектеніп сөйлеудің ғайбат екендігі. Мүміннің міндеті өзі қаламайтын үшінші тұлғаны ғайбаттау емес, ашуын бақылауға алу және өзіне назар аудару. Ислам әлемінің өрнекті өкілдерінің бірі Ибрахим ибн Адхамның өзгенің кемшілігін қазбалап, өз кемшіліктеріңді ұмытыңдар деген сөзі бар. Абдулла ибн Аббас жолдасыңның кемшіліктері ойыңа түскен кезде дереу өз кемшіліктерің туралы ойла деп, мүміннің әуелі өз қатесін білуі керектігін ескертеді. Бәкір ибн Абдулла әл-Музани айтады: өз қателігін ұмытып басқаны кемшілігімен айналысуға құмар адам азапқа ұшырайды. Хақ тағала оның да бұл әрекеттеріне бәлкім уақыт беруі мүмкін, бірақ немқұрайлы қалдырмайды. Бір күні жасағандарының өтеуін міндетті түрде төлетеді. Нәпсінің осалдықтарының бірі жағымсыз қылықтарды мойындамауы, ал жақсы қасиеттерді дереу иеленуі. Ол ақы берілген кезде жүгіреді, ал қызмет ету деген кезде қателер өлім туралы айтылған кезде кері қашады. Біз басқалардың қатесін көруде бүркітке, өз қатемізді көруде жынды көбелекке ұқсаймыз деп, бұл жағдай келісті суреттелген. Хасан Басри да адамның өзіндегі кемшіліктерге мән бермеуін: ей адам баласы, бауырыңның көзіне түскен қиқымды көресің де, өз көзіңе түскен томардайды көрмейсің деп астарлы сөзбен түсіндіреді. Ол тағы бір сөзінде: ей адам баласы, сен өз бойыңда да кездесетін қателік үшін басқа адамды айыптауды қоймайынша және бұл қателікті түзеуді өзіңнен бастамайынша нағызға, иманға қол жеткізе алмайсың. Егер бұл істі өзіңнен бастайтын болсаң, сенің бірінші ісің нәпсің болады. Аллаға ең сүйікті құл өзінің кемшіліктерімен айналысқан адам дейді. Нәпсіні тәрбиелеу кез келгеннің қолынан келе бермейді. Ол нағыз азаматтың ісі. Басқалардың кемшілігімен емес, өз қателіктерімен айналысу нәпсісін тәрбиелей алатын адамдардың басты ерекшелігі, және бұл қиын сынақтан өте алғандар үлкен биікті бағындырған болып саналады. Ұлы жаратушы бізді өз кемшіліктерімізді дұрыстаумен шұғылдандырсын. Әркім өз үйінің алдын тазаласа, қалада таза болады. Әркім өз қатесімен өзі айналысатын болса, Фараби армандаған ізгілікті қауымның қалыптасуы қиял емес, шындыққа айналады емес пе?